Бұл жердің тарихы бойынша бұл жерде бір қыз асылып қалған. Ана жер асылды дейді ғой. Достар, ішке ер асылды сабырға келтірдік. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Біз бүгін Заброшкаға барамыз. Қаланың шетінде орманның дәл ортасында тастанды бір ғимарат тұр. Бұл бұрынғы интернат. 1960 жылы ашылып, 90 жылы кенеттен жабылып қалған. Жабылу себебі ресми құжаттарда көрсетілмеген. Бірақ жергілікті тұрғындар бір сұмдықты әлі ұмыта. Сол жылы 89 жылдың қара күзі болатын. Интернетте оқып жатқан 16 жастағы Айдана есімді қыз бір түнде жоғалып кетті. 2 күннен кейін оны ескі жатақхананың жертөлесінде табады. Бірақ тірі емес. Қатты соққының, зорлықтың іздері анық еді. Психологиялық соққыны көтере алмаған қыз сол жертөледе асылып қалған. Достар, алдыңғы видеодағы жеңімпаз мына адам. Оған жазып кеттім, маған жауап қайтарсын. Конкурс ойнатайық 5000 теңгеге. Алдындағыдай керемет комментарий жазыңыздар. Сіздер де ұтып аласыздар. Достар, бұл видео өте сұмдық әрі қорқынышты видео болады деген ойдамын. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетейік. 10 000 жазылушыға тез жетіп алайық достар. Ең мықты видеолардың бірі болды. Достар, онда бастайық. Менің мощный переходымда көріңіздер. Сұлтанус. Красавчик. Достар, біз мен Заброшкаға келдік. Біз енді шпала келдік, мына оператор Ерасыл деген досты алдық. Қазір соны көреміз. Сіздер үшін ғой барлығы осы. Негізі кіре алмайтын жер ғой. Мен түрін көрініп тұрмын ба? Спичкамен сөйлесін біле. Бұл жердің тарихы бойынша бұл жерде бір қыз асылып қалған. Яғни сол қыз зорлаған ба, осы жерге келіп асылып қалған деген сөздер бар енді. Кейде 90 жылда жабылып қалған бір себептер, бір шайтандар, жындар бар дейді. Сол қыздың жаны бар дейді ғой. Енді кіріп көрейік енді. Ал енді сөйлеп көрейік. Да, Ерас, баста. Бір ай бұрын бір қыз екінші этаждан қалды, аяғын сындырған дейді. Соны тексеруге біз енді осы жерге кіргенімізге қорқып тұрып едім. Кішкене қорқыныш бар. Ана жер дейді ғой. Ана жер асыл дейді ғой. Иә. Крест болып отыр ғой бәрі. Сол екінші этаждан құлаған қыз, ана жерде асылып қалған қыздың елестін көріп, содан шошып қалған дейді ғой негізі. Соны елесті көреміз екен. Тіріп байқайсыңдар ма, нәгездің аурасы бөлек. Иә. Демал қиын болып барады. Кішкене андай бір не болып тұршы, бұрынғыдай емес болып тұр ма? Мына локация. Бірінші этаж. Место для курения забора. Негізі мен бұлда қатты сенбеймін ше, енді болмайды деп ойлаймын. Білмеймін, мен өзім сондай кішкене андайым бар. Бірақ ескі үйлерде жүре алмайды дейді ғой, ескі үйлерде сондайлар. Мен де сене қоймаймын. Жақсы, сонда екінші этаж бастаймыз да? Бастайық. Біз қазір екінші этажға көтереміз. Бірге барайық. Әді подвалымыз ба? Подвал ғой ана. Подвал ақырысында алсын ақыры үйдеді. Сюрприз ба? Бісміллә. Жіктер бөлінбейді. Бөлінгенді бөрі жейді. Бөлінген өрт болады.
Dostlar, biz жаңа локацияға бара жатырмыз. Сұлтан. Осындай достар енді заброшканы. Блин, әйел байқай, маған соғысқан. Достар, бұл енді қараған ең қорқынышты заброшкалардың бірі. Тарихы енді өте қорқынышты. Сол үшін арна жазып былай басып қояйық. Ерасыл деген былай кетті, Ерасыл деген бала. Көрдім. Қаш! Ера бақ! Қаш етпей! Ера! Қаш! Бля, родной кеткішке. Ебать нахуй, Жоғылса хуйна көрдің бе? тамыр. Блядь, тара көру керек қазір камера. Повторгада тұрған шығар. Блядь, ойлаған жоқпын ондай болады дейді. Повтор, ебать. Повтор керек нах қазір. Повтор көріп алайық. Достар, жаңа повторды көрдік. Былай көрінеді ше, адамның өткен ма, бірдеңе көрінеді. Адам тектес па, кішкене андай құйрығы бара сияқты ма, білмейді что-то бірне. Қазір бірақ Ерасын таппай жатырық, әлі іздеп жатырық. Вообще жоқ. Жаңа примерно осы жерлерде жүгіріп өттік біз. Ана жерде тұрғанбыз. Ера қайда екен? Ера! Ерасыл! Қайда кетті? Тіпті звондап та көрдік, көтермеді. Интернет жоқ дейді. Телефон шыққан ба әлде? Брат, Ау, подвал түсеміз, а? подвал ма? Кеттік онда. Біз қазір Сұлтанмен подвалға түсіп барадық. Алмады ғой. Подвал төменде тағы. Подвал төменде. Төменде ма? Ебать, ба. Ерасыл? Ера. Ера! Ера! Родной! Не ол брат? Не ол ты? Қайдан? Брат, жүрші, кетеші, жүрші. Кімді көрдің сен? Бір қызды. Ера, бізде көрген сияқты болдық ше. Ера, сен брат, шығатсы сондай. Біз үшеуміз жүрк. Достар, енді ішкен Ерасылды сабырға келтірдік. Ебать! Жігіттер. Что за болды? Не болды жігіттер? Дауыс қан шықты ғой дейме? Бірден құлағандай дауыс болды. Бірден лақтырды ма бізге? Ана жүрсіз ба, жаңағы жер түсірші. Жаңағы шекетті. Ар жақ ма? Ар жақта бірден құлады. Жазуда. Еба. Жігіттер шығақ не кезде не? Ебать, біреу бірден жаққан ба? Аңғарын дуалаған ба? Жігіттер шығақшы не кезден кеттік. Ешкім жүнде ма? Саласың ба? Ағайттағы метро өтті. Когда я умер, у них остались надежды. Ё-моё. Міне жігіттер, оқырмандар. Біреудің соңғы сөз шығармады. Еп тұр. Ағынша.
Biz қазір екінші этаждамыз. Осылай келіп көрейік. Примерно осылай қойдым. Жоқ, жігіттер. Біз қазір мынау үшінші этаж. Асты бір, иә? Былай или былай қарай. Жаңа былай келдік. Примерно осылай жүрміз қайттан. Жоқ, айтам да. Шығатын жер ана жақта ғой деймін. Да, білмеймін. Осы жаққа ұрлық, брат. Осы жаққа ұрлық. Осы жақ деп ойлайсыңдар ма? Мына жақтан жүру керек, Ебан, не дауыс мынау? Чего за фигня, блядь? Жігіттер! Жігіттер, күтіңдер! Қаш! Что за хуйня? Былай! Былай! Бол! Ана дауыстар бітпей қойды! Жігіттер! Анауны. Сағат Машина келеді. 2:30. Кей ол жігіттер жаңа? Қайда жігіттер? Болмайды ма? Шошыға тұрмай. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал. Достар, біз осылайша қоштасамыз. Енді жақсы ролик шықты ойлаймын. Бізге қорқынышты болды енді білмеймін енді. Сіздер үшін барлығы арнаңыз лайк басып қояйық. Рахмет келгендеріңе достар. Келесі роликте кездескенше достарымды инстаграмдар астына болады. Қош сау болыңыз. Енді бұл жерге мен ешқашан бармаспын.